О, чертеж түсті. Прикиньте, сразу бірінші ашқаннан чертеж түсті ғой. Достар, сендерге SkyCard деген сайтты ұсынамын. Бұл сайтта сіздер дұрыс карточкалар тауып, ақша таба аласыздар. Ставка деген жерге өздеріміздің ставкаларымызды қоямыз да, играть 2-ден 6 дегенді басамыз. Содан кейін 6 карточканың ішінен 2 карточканы ашасыздар. Егер сол 2 карточка бірдей болса, сіздер сол ақшаны ұтасыздар. Міне видеода көрсетіп тұрғандай, мен 230 рубль ұтып алдым. Достар, бұл сайт өтірік емес, бұл жерде отзывтар да бар, өздеріңіз кіріп көре аласыздар. Сондай-ақ достар, бұл сайтта тағы да бір режим бар. Ол режим 3-9, яғни 9 карточка болады. Сол 9 карточканың ішінен 3 бірдей карточка ашасыздар. Сол цифрлар бірдей болса, онда сіздер ұтасыздар. Сондай-ақ бұл сайттың өздерінің телеграм каналдары бар. Ол телеграм каналда күн сайын промокодтар беріледі. Ол промокодтар сіздер мысалы ақша саласыздар, соған кішкене бонус беріп тұрады. Сайттан ақша шығару үшін вывести деген кнопканы басамыз. Содан кейін қай жерге шығаруларың келеді, соны таңдайсыңдар. Мен веб-баняға шығарам. Номерларымызды жазамыз да, заказать выплатаны басамыз. Болды. Төмендегі сілтемемен кірде, сайтқа тіркелде, SkyCardпен бірге ақша тап. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видео бізде мектеп оқушысы не алады деген видео ат. Яғни мен өзімнің жазылушыма 5500 дан жасап бердім. Осы кристалға бүгін не алады екен жазылушымыз, соны көретін боламыз, бәріміз бірге алатын боламыз. Мен жазылушым Бексұлтан. Бексұлтан, өзің туралы бір-екі ауыз сөз айтып жіберсең. Ассалаумағалейкум. Менің атым Бексұлтан, Ақтау қаласында тұрамын. Алты оқимын. Free Fire'ды қашаннан бері ойнап жүрсің? 9 сезоннан бері. 9 сезоннан бері. Сен уже кішкене дағаттар жасағансың ойынға. Ал осымен бастайық. 5500 алмаз құртуымызды не аласың? 5500 алмаз айта бер. Инкубатор ашасың ба? А? Джекпот? Иә, инкубатор. Все, инкубатордан бастаймыз. Айтпақшы дейтін, пополнениеға бір чертеж берді ғой да? Пополнениеға бір чертеж беру керек. Неше алмаздан құртайын? 40 алмаздан ашайын бе, 180-ден бе? Енді 40-тан айналдырып шешіп тұрмыз. Давай, кеттік ал. Лутбок түсті, 180-ден ашайық. Кеттік ал, 180-ден 5-еуін ашамыз. Бір чертеж түссе жарайды ғой да, сразу ауыстыру алатын шанс болады. О, чертеж түсті. Прикиньте, сразу бірінші ашқаннан чертеж түсті ғой. Ё-майо. Лайк басыңдар, жеге, лайк. Прикинь, бірінші попыткадан, бірінші попытка 40-тан болды, содан кейін не аштым ғой, 180 сол жерден чертеж түсті сразу. Сенде уже, короче, 2 чертеж бар. Саған камень эволюция керек. Камень эволюция 5-еу или 7-еу ме, сонда керек. Мұнда бар ғой киімдер. Кеттік, сенде тек қана бір камень эволюция. Тағы да аша берейін. 40 ашам, сосын 180 ашам, нормально түсу керек. Ема, камень эволюция кішкене қалып еді. О, бір камень эволюция түсті. Нормально. Фамус түсті, анимеш. Бір камень эволюция түсті. Бізде, короче, 2 камень эволюция бар. Тағы ашамыз 40-тан. Ема, чуть-чуть түсуге түсіп қалды бір екен. Жұлдыз. Ема, давай бір камень эволюция. Ема, камень эволюция түспей қалды. Бізге тағы бір камень эволюция болса, жеріп кетеді. Саған негізі неше керек камень эволюция? Алло, Бексұлтан. Саған неше камень эволюция керек? 5 камень керек. 5-еу? Сенде қазір 2 бар пока. Тағы 3 камень эволюция сүруіміз керек. Түскен жоқ, пока түсіп жатқан жоқ, көреміз. Түсу керек негізі. Давай, ё-ма, камень эволюция кішкене алып. Чё-то пока түспей жатыр. Ё-ма, неге түспей жатыр? Вообще что түспей жатыр бар ғой? Камень эволюция. О, түсті!
Ё-моё! Енді магазин оружие. Прикинь, біреуден ашып едім, каменный улиц түсті. Сенде, короче, 3 каменный улиц, 2 чертеж бар. Не істейін, 4000 алмазың қалып. Оружиедан М60-ға сkinасы. М60-ға скен ашайын ба? Новый П90-ды ашқың келмей ма? Жоқ, ана. Х8 бар да ішінде. Иә, Х8. Ашамыз. Оживленный зверь ма? Все, кеттік. Оживление зверьні ашамыз, басында біреуін ашайын. Оживление 7 күнге түсті, XM8 сосын 3-ден ашайық. Түскен жоқ, что-то. Максимально ашып жүрейін бір рет. Тут, өкінішке орай түсіп жатқан жоқ. Навсегда жоқ, түсіп жатқан жоқ. Вообще түсіп жатқан жоқ навсегда. Кеттік, инкубатор айналдыра берейік. Саған 2 каменный эволюция қалды, болды. Сенде уже басқаны нені алуға болады. Кеттік, ал айналдырамыз, бізге каменный эволюция керек. Ё-моё, түскен жоқ, что-то 40-тан айналдырып жіберейік біреуін. Тағы да 40-тан түсіп қалса да, ё-моё. Жестко кетеді. Ема, чертежға түсіп қалып еді. Ау. Не дейсің, дауысын естілмей қалды ғой? Инкубаторды 183. 3 рет айналдырайын? 3 рет айналдырайын. Давай. Екіншісі айналдырамыз тағы. 180-ден. Ема, что-то вообще түспеді, 180-ден бар ғой. Соңғысын айналдырып жатырмын 180-ден. О, чертеж түсті, базар жоқ. Чертеж түсіріп алдық қайтып. Чертеж түсіріп алдық. Короче, сенде 2427 кристаллың қалды, не аласың енді оған? Сосын бір магазин подарка беремін. Подарка жібересің? Все, кімге жіберейін? Жазге бір. Маған жіберейін деп жатсың подарка? Базар жоқ. Қандай подарка жібересің? Набор, костюм. Қай наборда? Қара, мынау менде жоқ, по идее, мынау жоқ сияқты менде, иә. Осыны жібересің ба? Сен өзің ұнай ма? Ұнай ма дегенде маған бәрібір подарка ғой. Давай, оны нормальный, по идее, нормальный. Осыны жібересің бе маған? Жібересің бе, жібердің? Нормально, ұнап тұр, нормальный костюм. Оның астында ангел деген бір қыз бар ғой. Мынау вообще, ангел деген ба? Набор ангелов па? Осыны жіберейін дедің ба? Жоқ, маған емес, маған нені жіберші лучше? Скейтершіні. Осы скейтерші жақсы. Онда, соны. Все, осыны жіберем. Базар жоқ. Маған подарка жіберіп отыр. Все, кетті, подарка жібердім ал. Ема, скидчі купонды қолдана ұмытып кеттім. Лан. Все, короче, подарка жіберілді. Мұны ал... Камен түскен жоқ, өкінішке орай. Сенде, короче, 3 камен, 3 чертеж. 3 камен, 3 чертеж. Кеттік, тағы да айналдырайық онда. Камен түсіріп көреміз до конца. Давай, 2 камен түсуің керек сен.
2-ден 3-ден ашып отырмын. 2 ашам. Все, сенде 317 кристалл қалды, бірақ навсегда түскен жоқ. Подарок. Кеттік, подарка кірем, аха. Не жібересің? Қоянның басы бар, қоянның басы. Кімге жібересің? Найманка. Найманкаға? Все. Кеттік Найманкаға подарка. Все. Найманкаға подарка жібердік. 17 кристаллың қалды, бітті барлығы. Енді 17 кристалл адам алынмысын. Аға, Бар ма не онда бұл бокс? Столға бар екен. Все, костер түсті ондан. Достар, осымен бүгін осындай прокачка болды. Нормальный прокачка болды. Инкубатордағы барлығын түсірдік керек заттарын. Енді мылтық түсіре алған жоқпыз, білмеймін енді. Бірақ инкубатордағы керек заттардың бәрін түсірдік. Осымен прокачка аккаунт аяқталды. Енді жазылушым не алады деген сияқты. Егер достар, сендер осындай видеоға түскілерің келсе, смело лайктарны басыңыздар, комментарияға любой комментарий жаза беріңіздер. Араларыңыздан бір адам таңдайтын боламын. Комментарий сосын ВК-ларыңызды тоже қалдырып кетсеңіздер болады. Сол жерден бір адам таңдап, соған келесі видеода прокачка жасап беретін боламын. Прокачка дегенде енді аккаунтта не алады? Кристалды құртатын боламыз. Короче, сендер не айтасыңдар, соны құртатын боламыз. Осымен видео аяқталды. Бексұлтан, саған рахмет қатысқанына от души. Осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар достар. Келесі видеода кездескенше, давайте.